Ассалаумағалейкум ардақта ағайын. Бізде бүгін видеоның атынан көргендеріңіздей повторитель поворотникті Lexus стильге айырбастайтын боламыз. Алдағы уақытта қалай салғанымызды көресіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Яғни жігіттер, мінекей осылай болады. Өзінің штатный тұр. Мына жерде мән беріп қарасаңыздар, өзінің штатныйлары. По-моему, біреуінде жарық бар бұл. Біздің диод шамдарымыз. Және мынау былай ғана жанады. Өзінің роднойы. Мұнда 3 диод болады, өзімін көріп тұрғандарыңызға. Біріншісі, екіншісі алға түседі жанындағы машинелерге. Анау американка көбісі осы артқа түсетін үшін арттан қараған кезде былай көріп. Мінекей жігіттер, мынау айнамызды максималды түрде төмен қарай түсірдік бұл айнаны. Жоғары жағы ашылу үшін. Көрсеңіздер, мына жерде көріне ме? Мынандай ілмек бар ішінде. Үстінде екеуі тұр. Астында екеуі болады осында ілмекте. Біз осыны отверткамен итереміз, сол кезде қақпақ ашылады. Мінекей жігіттер, қақпағы алынды. Жалпы мына жерге бір тесі келеді. В общем, 4 мынандай тісі бар, іліп тұратын ілмек. Осыны аласыздар. Қазір енді мына астын, мына повторительдің өзі жоғары қарай шат. Жоғары қарай шат. Жоғары қарай көтересіздер. Тоже 2 құлақшасы бар астында. Соның итересіздер, көтеріп айырбастап тастайсыздар. Жігіттер, бізде мына қақпақты ашқаннан кейін келесі доработка кетіп жатыр. Мынаны тесіп дайындап қойдық. Қазір бұл жерге не салады екен десеңіздер, біз осыдан 1-2 ай бұрын тапсырыспен мынадай дүние алдырып қойғанмен. Lexus машина автокөліктерінде, енді қазіргі заманауи көліктерде шығып жатқан осындай подсветка болады мына жерінде. Бұл не үшін керек, немесе вообще жалпы не үшін қажет дейтін болсаңыздар, мысалы түнде қараңғы кезінде көлікті пультпен ашқан кезде салонның освещениесі бар, салонның свет жанады. Сол кезде мынауды соған жалғаймыз, главный плафонға. Осыны жалғаймыз, мына лампочкаларды. Тіп-тіке осы салонның лампочкалармен бірге қосылатын болады. То есть мына жерінде Lexus сияқты. Енді бұл жерге көбісі айту мүмкін, жаңағыдай Lada деген логотип неге жасамадыңыздар ғана ма деп. Енді одан қарағанда ол тек өте қараңғы жерлерде ғана көрінетін дүние. Мынау енді жалпы жақсы. Мінекей жігіттер, осылай болып тұрды мына астына. Мынаның тесігін әдейі үлкен қылған жоқ. Негізі мына жерге отырғызуға да болады, мына пазға. Көрдіңіздер ме мына жерге? Ол үшін ар жақ үлкен қылып ою керек та. И сосын оны үлкен қылып ойғаннан кейін оған клей жағу керек деген сияқты моменттер бар ғой. Мынаның өзінің от руки бекітілді мынаған пластмассқа. И үстінен помимо этого мынандай гайкасымен де қатты тартты. 14 екен. Жалпы мына лампочканы Каспийден заказ берген. 800 теңге ма, Ақтөбеден келді. Болды, енді мына повторительімізді қоямыз. Мына 3-ші провод енді бұл сондай бір қысық тоже. Өте бір. Короче, мынандай болып жанады жігіттер. Көк болып жанады да, сосын фиолетовый болады, розовый болады ма, бірдемесі бар. Оны мен жалғамаймын, маған керек емес. Маған тек мына Lexus стилінде жанып тұрса болды. Қазір мынаның бүкіл стыктарына клейді қоямыз пистолетпен. Тез жанып кетпеу үшін. Алдымызда қыз, сондықтан герметик немесе влагостойкий клей жағып жүргендеріңіз дұрыс мынаның стигіне. Короче, жігіттер, былай істедік. Сымды сразу ар жағынан крышкасын ашып, ішіндегі обшивка жақтағы сразу шығарып алдым, ар жақтан. Сымға излентамен байладым да, шығарып алдым. Енді спокойно тарта берсек болады. Дальнейшем мына обшивка шешілетін болады, бұны жалғау үшін. Провод тартылып, осылай шығып, мынамен кіріп, салонға қарай. Мына жерден кіреді өзі. Сонымен мына стойкамен барып, жоғары қарай
потолокпен барып мына плафонға барып жалғанатын болады алла қаласа. Солай барлығын сразу жасап жатырмыз, өйткені алдымызда қыс болады. Қыс келгенде мынаның бәрін ашып істеп отыратын далада әрине ыңғайсыз болады. Сондықтан сразу бәрін істеп кетіп жатырмыз. Мынаның түбіне герметик жағам қазір. Мінекей жігіттер, салып қойдық бір жағын. Өзіміз қалағандай әп-әдемі Lexus Style. Артына көрінеді. Жаны өшкендей болады, бірақ тамаша вид. Күшті вид береді. Екінші жағы да тура осылай аналогичный. Оны екінші жағын түсіріп керек жоқ деп ойлаймын. Сондықтан каналымызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.